Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгін мен сіздерге котлет сырым дайындап көрсетемін. Бір 400 граммдай фарш алдым. 2 жұмыртқа қосам. 2 манный крупа қосам ас қасықпен. Ас қасықпен 3-тен 1 бөлігі тұз қосам. Жарты қасықтай қара бұрыш қосам. Алдын ала турап қойған жарты пиязымды қосам. Алдын ала турап қойған кішкене осындай 4 бұрышты сәбіз. Мындай ашты бұрыш. Кішілеу ашты бұрыш. Енді осымыздың бәрін араластырып аламыз. Бұл котлетімізді духовкаға пісіреміз қазір. Ортасына сыр қосып. Алдыңғы видеомда котлет қуырып дайындағаным бар. Ал мынаны енді сырмен духовкаға саламын. Өстіп әбден араластырып аламыз. Мінекей, әбден араластырып алдық. Енді котлетімізді дайындап алайық. Осылай 4 котлет шығады. Алдын ала дайындап қойған сыр осындай. Теркіден өткізіп салсаңыздар да болады. Мен осылай бүтіндей салам. Өстіп котлетіміздің ортасына қалтырамыз сырды. Екінші котлетімізге солай сырды ортасына саламыз. Құрметті көрермендер, мен каналыма тіркеліп кетіңіздер. Жаңадан ашылып жатқан канал. Тіркелгендеріңіз үшін көп алғысымды айтамын. Комментарий жазыңыздар, лайк басыңыздар. Сіздер котлетті қалай дайындайсыңыздар? Комментарийға жазып кетіңіздер. Осы котлетіміз керемет дәмді болды, со сіздермен бөлісейін деп. Ашты бұрыш қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады. Бірақ ашты бұрышпен қатты ашты болмайды, со бір кішкентай ашты бұрыш қоссаңыздар өте дәмді болады екен. Міне осылай 4 котлет шықты. 400 граммдай еттен.
әбден осылай. Енді сухарикке үстінен сухарик себеміз. Астына қағаз төселген ыдысымызға қазір духовке саламыз. Пергамент төсесеңіздер де болады. Мен пергамент жоқ екен, фольга төсек қойдым. Осылай дайындап көріңіздер. Менің рецебім бойынша. Қазір енді 200 градусқа духовканы ысытып қойған. Қазір енді 200 градусқа духовканы қосып қойған. Бір 40 минутқа пісіріп аламыз. 40 минут болды. Котлетімізді алдық. Пісті. 40 минутта пісіп шықты. Иісі де керемет бопты. Қазір котлетімізді көрейік. Өте әдемі болып пісіпті. Ішінде сырымен. Кесіп көрейік ортасын. Құрметті көрермендер. Мінекей ортасында сырымен өте керемет болыпты. Осылай менің рецебіммен дайындаңыздар, дайындап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.